Үгәрсен районының Бикбулат авылы Аккакалдарга бай авыл. Бар гомерен бала сақтан яшьләй эшкә багышлаган улылар бүгенге көнде якты йөз менән каршы алалар. Инәй улатайдар тик хугыш кынасыга күрмәһен дигән теләктәр теләй. Монда бабайымнарға келіп, қонаққана келіп, неткайным, абзым әпкеліп көрсәтем деп туғаннарды. Ошы бабайға тұтып берділер қойдылар мені. Мен бабай түгелінен бет ұлақ. Әрмені ұлқуат қайнығына. Әді яш кенегіз ма? 16 яшым тұл қайнығына. Хәсән Кинябаев бәләкәйдән колхоз, совхоз эшендә, һуңгы елдарын урман хуҗалыгында эшләп, хаклы ялга сыккан. Катыны Маһисәрүәр инәй менән 7 тиҫтәгә якын ел бергә тормыш көтәләр. Хәсән Мәхиян улы райондың яшьтәшләре рәтендә быел Аккакал үзенең 90 яшен билдәләгән. Яшьләргә әйтергә теләйем шуны. Олыларды, олар уважайтыннар, олар битен бүтін қиынлыкларды, ош вақтандағы нейлерді өз көріп өттілер битен. Ауырлықлар, колхоз вақытларын, шулай бідін яшілік боласақ, бек ауыр вақытларда өттенді. Колхоз, мен туған елі колхоз организация етілген, район тоже организация етілген 30 ел. Екі вақиға вақытында туғанмын мен. Мен біле башлагандан, біз 10 яштан ішлей башладық енді, 10 яш болғандар енді. Шында бісән етуге, пассивқа, ат башына мініп, көт арттырып, солай өттен. Сон 39 40-сы жыллары колхоз халланып кеткәйні, матур булап, еген бере башланлар битинде. Үзләре кетеріп, аударып кететірген, алмағанда үйіңе кетеріп, аударып кететірген егенде. Сон хуғысып кетті, колхоз совсем халхет балды битинде. Бүтін неме фронт үшін теп, атларды алып өттілер. Ирлер біз әрбіға кетіп өтті битинде. Қалды ауылда яш шул егетлер, қызлар инде, қарт-құрылар қалды. Бек ауырға тұру келді колхоз вақытында. Әйткәндәй, күрше урамда яшәүсе Сәмиға инәй дә быел 90 яшен каршылаган. Күпте күргән, барын кисергән агынәй шулай ук кесе яшьтән колхоздар яралган усырда эш башлай. Дәһшәтле хугыш елдары, үзгәртеп кору усыры. Бүгенгеһен күргән олы инәй яшьтәрдә нык булырга, эштән, тормыш авырлыктарынан куркмаска сакыра. Шавылда тудым, шавылда үттем битинде. Беден яшьлек битинде шул хугыш вакытында үтенде. 12 яшьтән колхозда эшләнем. Барысында эшләнек инде, тормаһында торматтык. Урманда йөрнек, урманда арыктык. Ол кышкыһын урмандан кайтып килмәнек, бүрнеләр кыркып, урман кыркып, сажын алып, теге трактор алып өсен биде шул бүрнә кырктырга ебәрә торганнар бит инде. Элек бит тракторда механизациянан ала торганнар. Шайтып колхоз кайда охшар, шунда йөрнек, барыһында эшләнек, барыһында. Исән һау яшәгәннәр баралар, яшьләргә эшләһеннәр, яшәргә була. Хөкүмәт акчасын бирә, Аллага шөкер, пенсияны алабыз. Эшләгән нихудыбызны, емешебезне ашап, ошо көнгә саклы 70-90 яшьтә үткәрдек, Аллага шөкер. Хугышлар булмаһын, Алла бирсә. Исәнлек һаулык барыгызга, Алла Таала. Районыбыз шулай барһын инде. Барыбызга шул теләк.
Бүгін шулай ук район ветерандарына республика башлыгы бүләге итеп бөйек еңеү медалдары тапшыру тантанаһы булып узды. Район хакимияте башлыгы Гайса Янбаев һәр ветеранды йортына барып кутланы. Әйткәндәй, Күгәрсен районында бөтәһе 4 һугыш ветераны бар. Sizge şunu kutlayız. Sizge исәнлек, sağlık, uzun ömür. Kutlayız. Біздің районда әлігі күнге 4 хугыш ветераны тұрып қалды, хугыш яугері тұрып қалды. Шулардың әр біріне өйдеріне еріп, олылар күні менен байрам менен құтлап, оларға Ради Фаритовичтің 75 жылыққа арналған истәлеклі монетаһын, медалін тапшырып сықтық. Олар бүгінгі күнде бүтәһілі исән хаудар. Біз оларға исәнлек, хаулык тіләнек. Аларды олылар күні белән байрамы менән құтлап, тагыла озын-озак яшәүләрен теләп киттек. Район үзәгендә улылар көненә арналып узгарылган сагыл концерт байрамга мәртәбә өстәне. Тик кайтмай шул кире әйләнеп. Хөрмәтле улы буын вәкилләре, һез дөнья тоткаһы һәм яме, яшьтәрнең терәге һәм тәрбия үрнәге. Намыслы хезмәттәрегез өчен хөрмәт кисереп, авырымай, хызланмай, озын-озак елдар якындарыгызга терәк булып, балаларыгызның, ейән-ейәнсәрдәрегезнең, бүлә-бүләсәрдәрегезнең изгелеген күреп, бәхетле картлык кисерергә ятһын һезгә.